Қызық көрінер, дегенмен әр сүйісуді өзіндік мағынасына қарап ажыратуға болады екен. Көбісі ситуацияға және сүйістің мотивіне байланыстымыз. Кеңес халқының басшылары дәл осы әрекетті сыйластық деп түсінгендігі баршаға белгілі. Тіпті Леонид Ильич Брежнев осы бір қағиданы өзгелерден көбірек ұстанғандығын бірі білсе, бірі білмес. Сонымен, Брежнев сүйісі нендей мағына береді және ол мұны неліктен жасаған? Соған тоқталайық. Кей журналистердің пікірінше, Брежнев ақ ниетті, досшыл кісі болған. Дәл осы қасиеттері оның бұл істі жасауына итермелеген. Леонид Ильичтің өзге ел басшылары мен өкілдерін сүю дәстүрі жер жаһанға танымал болды. Тіпті өзіндік атауда қалыптасыпты. Брежнев үштігі. Алғашқы екі сүйіс қос бетке жасалынса, соңғысы тура ерінен. Кеңес уақытында ер адамдардың бір-бірін бетінен сүюі қазіргідей таңсық болмаған. Ол кезде осылай жолдастық рух көрсетіп, жақынына бауырлық қарым-қатынас танытыпты. Социализм дәуірінің қалыптасуына мұның барлығы әсер еткен. Сондықтан Леонид Ильичтің сүйісіне ол уақыттары адамдар қазіргідей аса қатты таңғала қоймаған. Қалыпты болмаса да түсінуге болады деп жұртшылық пайымдаптымыз. Тиісінше ешкім осы арада Брежневтің бұл сүйісінен саяси астар іздеп бас қатырмаған. Дегенмен саясат әлемінде барлығы жайдан жай болмайды. Ол түсінікті. Әрбір әрекет өзіндік құпия мағынаға ие. Брежневтің бұл әдеті де солай ма? Әскери қимыл қозғалыс кезінде жауласушы екі тараптың өкілдері келіссөзді жасамастан бұрын алдымен қол алысқан. Мысал ретінде, бұл да өзіндік мағынаға ие. Яғни осы арқылы екі жақ бос қолдарын көрсетіп, қарусыз келгендігін дәлелдеген. Бұл ишара дәл қазіргі уақытта саясаткерлер арасында іскерлік серіктестіктің белгісі. Қос тарап компромисс жасаса, келіссе, қол алысу оның белгісі ретінде қабылданады. Ал сүйісу өз кезегінде іскерлік характерге ие емес, бола алмайды да. Әлбетте, оның мағынасы әсте бөлек. Бұтқа табынушылар заманында мынадай традиция белең алыпты. Үй қожайыны қонақтарына шарапты өз аузынан құйып берген. Осы арқылы олар шарапта ешқандай удың жоқ екендігін және оны ішуге болатындығына сендірген. Сондай-ақ бұл өзгелерге өздерінің зиянсыз екенін дәлелдеуі. Мұндай характер элементтерін диктаторлық позиция ұстанған, тоталитарлық басқару жүйесі тән кей елдердің лидерлерінен байқауға болады. Солардың қатарына Леонид Ильичті де қосамыз. Өздерінің күнәсіз екендігін дәлелдеуге тырысу, өзгелердің де осындай кері реакциясын тудыртады. Бұл сүйісуді немен салыстырамыз? Сүйісті тоталитарлық қауымға арналған дәстүрмен жиі байланыстырып жатады. Оларға мәселен мафия және сан түрлі діни секталарды жатқызсақ болады. Әрбір қатарға қосылған жаңа қатысушы міндетті түрде лидерге ант беріп, идеяға келіскендігін растау үшін оның қолынан немесе сақинасынан сүюі тиіс. Сүюі арқылы қауымның идеологиясымен қуаттанып, оның айнымас бір бөлшегіне айналадымыз. Коммунизм тоталитаризммен жарақтанып, өз идеяларын барынша көбірек адамға сіңдіруге құлшында. Осы жерден ақ Брежневтің әйгілі үштік сүйісін бір жағынан ақылға кірмесе де, астарында саяси мағына бар деп ұғынсақ болады. Әрине, Леонид Ильичтің бұл әрекеті тек қана достық характерге ие дегенді қоштайтындар да жеткілікті. Бірақ мұнан ұғайық, саясат бұл өз кезегінде үлкен ойын, және онда барлық амалдар қарастырылады. Брежневтің бұл ерсі қылығы Берлин дуалында Леонид Ильичті сүйген кезден ақ айдай әлемге айпара болған. Бұл әдет тез арада белгілі болды және әр басшының өзі бас хатшыны сәлемдесуге арнап дайындады. Брежневтің шектен тыс сүйіспеншілік туралы сіз білмеген 5 қызықты фактын ашамыз. Бокастың КСРОға сапары кезінде Африка диктаторы Брежнев енгізген бауырлас поцелуй рәсімі қатты ұнады. Үйге оралғанда ол барлық министрлерді сүйді. Оның айтуынша адамның қандай да бір жаман жоспар құрып жатқанын білуге болады. Егер ерні дымқылы және босаңсыған болса, бұл шынайы дегенді білдіртеді. Егер құрғақ және ыстық болса, оған сенбеу керек. Румыния лидері Николай Чаушеску бұл рәсімнен тікелей және үзілді-кесілді бас тартқан жалғыз адам болды. Өйткені ол өте сыпайы болған. Бірде КСРОға ақш делегациясы келген кезде арасында жас Америка аруы Брежневке барып гүл шоғын ұсынған екен. Ал бас хатшы болса, ол аруды құштарлана сүйініп, қызды әлемге әйгілі етеді. Ал америкалық ару болса, жай ғана хореография пәнінің мұғалімі Анни Холман болатын. Джимми Картер, Америка құрама штаттарының 39-шы президенті, әйгілі кеңес жетекшісінің сүйіспеншілігімен марапатталған жалғыз Америка президенті болды. 1974 жылы КСРОға алғаш ұшқан Куба басшысы бас хатшының жиналыста қонақтарды сүю рәсімі туралы бұрыннан білетін. Сонымен қатар, егер ол бұған жол берсе, өз елінде күлкіге айналатындығын білді. Фидель Кастро Брежневке отандастарының алдында кубалықты масқаралауына мүмкіндік бермес үшін аузында үлкен темекі салып, соны шегіп тұрып, Брежневтің ерінен аман қалған екен.